Oyşanmın dep şirembe Günün tusa sen da didol bolarsın Tereң dеңізде бәрсіп түнерме Суың кепсе sen de bir шөл боларсың Игілік Омаров киелі сахнаға 5 жасында шығып, Құрманбек Жандарбековтың батасын алған. Игілік ағам менен 15 жас үлкен. Мен Ақке деп атап кеткем. Мені сол атауымнан кейін бүкіл елдің жастары, ауыл адамдарының көбі өзінің жасы кіші адамдардың бәрі Ақке деп ол кісіні қадірлеп өтті. Кішкентайымыздан біздің өнер ордасы болды. Әкем Омекеңнің өзі жағы әнші күйшілерді, термешілерді жинап, жағы осы Ақкемнің өнер жолының түсуіне бейімдеген еді. Игіліктің әке-шешесі өмірден ерте өтті. Кіші қарындасы Райханды ол өз атына баласы етіп жаздырып алған еді. Қайда барса да жанынан тастамай, өзімен бірге алып жүретін. Әсіресе есімде 13 жасында Қарағандыда Кеншілер сарайында үлкен бір концерт болды. Сол концертке Ақкем Қайратты алып барды. Қайратты ол концертке белгілі жазушы Әмен Әзиев шақыртады. Ел алдында өнер көрсетіп енді ғана таныла бастаған Қайрат Байбосынов ол кезде 13 жаста болатын. Мен осы жақтан Игілік Омаров алып барды. Ол кісі ұстаз ретінде маған домбыраны қалай тарту керек, сахнада қалай қозғалу керек, домбыраны қалай шерту керек. Мен осы әншіліктің қыр-сырына айтып, ақылын беріп, мен осы өнерге қанат қағуыма негізінде осы Игілік Омаров ағамыз болды. Игілік Омаровтың өзіндік ешкімге ұқсамайтын үні бар, ешкімге ұқсамайтын бір қоңырау дауысы, мына жүрек сырын айтқан кезде, жүрекпен толған кезде, ол кісінің жүрегінде жүрек ешбір әншінде жоқ. Ол кісі сырлы, сондай әдемі. Қолаң шаш құралай көз қазақ қыз жүзіңнен көрем күннің шұғыласындай. Аудан облыс сахналарына шығып, халықтың құрметіне бөленген Игілік Омаров 1957 жылы Мәскеуде өткен жастар мен студенттердің бүкіл дүниежүзілік фестивалінде лауреат атанды. Ол сол жолы өнерін ары қарай дамытуға ұсыныстар болғанмен өнер жолын қумады, елге оралды. Туған жері түгіскен орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берді. Ол кісі бізге тек қана орыс тілі ғана емес, бізге сондай әдептілікті, әдемілікті, қыз қандай болып, ұл қандай болу керек, ортада қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, қалай тұру керек, соның бәрін қатты баса назар аударып, әдемілік пен әдептілікті қатты үйрететін. Міне біздің халқымызда қандай жаңалық болып жатыр балалар. Қараңдаршы деп, соған дейін ауылда өссекте де, ауылда тұрсақта да теледидар жоқ ол уақытта газет журналдан соңғы жаңалықтарды үйрететін. Керемет әнге бізді құштарлығымызды оятты. Соның ішіндегі ең бір қатты есімде қалған бала махаббаты. Туғаннан құлыным деп аймағын өзіңдей абзал адам қайда маған
Анасыз бұлбұлдарда Баланың анаға деген шексіз махаббатын жырлаған бұл ән игіліктің орындауында ел арасына тез тарады. Әннің авторы Қонысбай Әбілов. Елдің бәрі игілік омартқан ән ретінде таныды ғой. Өте тарап кеткен сол кезде өте танымадан болған сонда жоқ бұл аты жөнін білмеймін, Торғай өңірінде бір жас жігіттің шығарған әні деп естідім деген кезде Қонысбай Әбіловтың жылап жібергенін естіге жатқан шығарсың. Сол кезде ол кісінің былай сырбаздығы, тектілігі, кісі ақысын жемейтін ондай парасаты, адамгершілігі ол өз алдына бір тұрған сөз. Осы түгіскен халқына көп еңбек ізінде біреу арық болса, екі жанның қалада таныстары бар ғой, дәрігерлерді біледі, сөйлесуді біледі деп, сол ауру адамдардың бәрін қалаға таситын ақкен болатын. Қай оқуға түсірейік баламызды, қандай ақыл айтасың деп келіп жататын. Өмір бойы туған елін әнімен әлдилеген Игілік Омаровтың ұстаздық қыры бір төбе. Одан дәріс алған оқушылар бұл күнде бір мамандық иелері. Игілік Омаровтың ұстаздық еңбегі ескеріліп, білім беру саласының үздігі атағына ие болды. Ол ұйымдастырған үйірменің өнерін тамашалауға бүкіл ауыл жиналатын. Қай жерде той болып, қай жерде ән шырқалса, игілік сол жерден табылатын. Ол қанша әнді жақсы көргенмен, сері болғанмен, жанұямызға қарамай кеткен жоқ. Бәріне үлгеретін. Жанұяда балаларымызды қалай оқығанын, қалай білімді болу керек екен, бәрін қадағалап отыратын. Қанша құрметтеп, қанша жиын, қанша тойда жүрсе де, біздің жағдайымызды сұмдық жасайтын. Жаңарқаның таңы жайып, жанға рахат самалай. Көз алдымда жаңалған мөлдіреген жанарай. Арқаның айлы төрінде ақтарып едік армандай. Ағажан деген önümde bir ümit janıp қалғандай. Бір шегені қисық қағуды білмейді, не жұмыс істейді, оны аяғына дейін бітірмей қоймайтын. Керемет білімді болды. Мынау жалпы іскерлікке, жауапкершілікке, ұйымдастырушылыққа деген қабілеттерді дамытуда да үлкен үлесі болды. Осы мәселеде Қабдырахманды ерекше айтып кетемін. Бүгінде Жаңарқа ауданының әкімі болып отыр. Жаңағы әке көрген оқ жонар дейді. Әке көрген олай болса Қабдырахман мінекей елдің сенімін ақтап жүр, халықтың сенімін ақтап жүр. Әке қасиеті осы ұлына дарыса керек. Ол Жаңарқа ауданының экономикасы мен шаруашылығын дамытып қоймай, өнер, мәдениетті өркендету жолында жемісті еңбек етіп жүр. Атаң болса анаңмен қоршап тұрған қорғаның, жақсы болса келінің ардақ сай олжаның. Ағаң болса ақылдау, арқа сүйер тірегің, інің болса жанашыр семселген білегің. Ақылды туған ұл мен қыз өкпе бауыр жүрегің. Игілік Омаров пен жары Сара 10 баланы дүниеге әкелді. Олардың барлығы да жоғары білімді, өнегелі ұл қыздар. Бұл үйдің қазаны оттан түспейтін бір күн қонақсыз өткен емес. Балалар да соған үйренген. Үйдің барлық шаруасын дөңгелетіп әкетеді, барлығы да өнерлі. Балаларының өнерді бағалай білуіне және ұстаздық жолды таңдауына Игілік Омаровтың ықпалы зор болды. Әсіресе үлкен ұлы Ермек облыс, республика деңгейінде айтысқа қатысып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді.
Men ermek balasımın iyiliktin, ölümün salayım bau qiyqılıptı. Men de sizge bir söz aytar edim, oturmun atтай almay sıyğırıptan. Мен қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімімін. Менен кейін Ержан деген інім Қарағандыда мектепте мұғалім, Бәтима деген сіңілім Қарағандыдағы зияткерлік Назарбаев атындағы мектепте сабақ береді. Ақкем тура жолын қуды, орыс тілінің маманы. Одан кейін Аманжан осы қара шаңырақта отырған, ол да мұғалім. Игілік Омаровтың үлкен еңбегі түгіскендегі дарынды жастарды тәрбиелеп, оларға жол ашқандығы. Бұл үлкен бір мектептің көшбасы сияқты, бұл үлкен тұлға, бұл ештеңемен салыстыруға келмейді. Бұл кісінің атағы жоқ бар енді. Бар болған атағы мәдениет қайраткері менің тұсымды алды. Мен комитеттің төрағасы болып тұрғаннан кейін сондай атаққа ұсынып алып алды. Ол сол атақты мәдениет қайраткері деген атақтың деңгейіне студент Игілік Омаров. Бұл атақты кім алды деген Игілік Омаровқа берген атақ кезінде деген сөздің өзі бұл атақтың деңгейін көтерген. Бұл кісі енді құбылыс екені сөз жоқ енді, елдің бәрі бір ауыздан айтатын нәрсе, ешкімге ұқсамайды. Жаман әкең жыртық қос, ақтығы жоқ паралар, көмегі жоқ әкеңнен көршің жақсау саналар. Жаман деп жақсы күтпесең, жаман атсаған жамалар, асырап сақтап, ардақтап, әкең тұтпалар. Дәстүрлі қазақ әнінің Сарыарқа төріндегі қайталанбас ақтаңгерінің бірі ол біздің Игілік ағамыз. Икеңнің бойындағы өнер тек қана ол кісінің әншілігімен шектелмейді, ол кісінің композиторлық қыры, ол кісінің жаңағы сөз табиғатын тануы, әннің әуеннің құдіретін бойына сіңіруі, ол кісінің жаңағы бірнеше өзінің термелерге, әндерге ән шығарғанынан байқауымызға болады. Соның бірі мынау Мақтымқұлының термесі. Үлгі болса тыңдаған жұрт сөзіңде, менсімей төмен ұста өзіңде. Ғалым қерсең күндей ашар көзіңде, надан қерсең қараңғылыр боларсың. 1967 жылы Игілік Омаров Жаңарқа ансамблінің басты әншісі ретінде Алматыға келді. Сол жолы Илья Жақановпен кездесіп, өзінің орындауындағы бірнеше әнді Қазақ радиосының алтын қорына жаздырды. Желпиді самал жай ғана, қош иіскін бір айнала, маужырап тұрған қалада, арала сәулем арала, серуін олар есінде, алматы рахат кешінде. 1970 жылдары мен институт бітіріп келгем, сол уақытта Целиноград ауыл шаруашылық институтын. Сол мәдениет үйінде әлгі көркемдік өнерпаздар үйірмесіне қатыстым. Сол қатысып жүрген кезде осы Игілік Омаров ағамызбен таныстым. Ол осы Жеңіс совхозынан келіп, сол біздің мәдениет үйінде әлгі үлкен қорытынды концерттерге қатысатын. Содан кейін сол алғашқы әлгі эстрадалық ансамбльдер шығып жүрді. Сол мен эстрадалық бір ансамбль құрдым. Оны жаңағы 2-3 гитарасы бар, сосын әлгі дауылпазы бар. Сонымен сол екең сол біздің жаңағы эстрадаға қосылып, өзінің бір-екі жақсы әндерін орындады. Әлесімде сәулештің тіл қатқанай, сырласумен жалғы таңның атқанай, таудан аққан мөлдір бұлақ салдырып, жапырақтың желмен сыр
1966 жылы екінші курста оқып жүргенде шыққаннан қоштасу деген ең бір сөзім алғашқы әнім. Соны екен қайта айтқызып қоймайтын. Содан да айтып берейін. Сүй алмадық, кет алмадық, қимадық. Неге біздер бір құшаққа сыймадық? Екеуміз де екі айырылған өзендей. Махаббатты басқа жанға сыйладық. Махаббатты басқа жанға сыйладық. Игілік Омаровтың орындауындағы Үкілі бір айдың, Ақан серінің, бір жан салдың, Балуан Шолақтың әндері өкінішке қарай сақталмаған, дер кезінде таспаға түспей қалған. Мен институтта оқып жүрген кезде Ақкем көбіне Илья Жақановтың әндерін айтты. Жайлау гүл кештерін, жағы арқа аруын, осы әндер. Меңді қыз, мысалы үшін. Алаулап күн батса қырдасып, кетуші қалқатай сырласып, ұмытсам сол күнді, сол күнді кешпен ай, есте ғой дәри ғой, жайлау гүл кештер. Бұл кісі лирик әнші ғой. Жүрегі толған махаббат өзінің түрі қандай әдемі, нұрлы болатын болса, әндерде шуақты нұрлы болатын. Міне сол сияқты көп әндерді орындады. Соның ішінде алғашқы талаптан үйренген әніміз Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әні болатын. Оны ел арасында осы ауылдың ішінде әркім әртүрлі айтатын. Біреу созып айтады, біреу келте қылып айтады. Енді жүйе болмайтын. Соны алғаш мөлдіретіп, тура таудың ішінде түн қараңғысында атпен елеңдеп елегізіп келетқан ғашығына деген анау махаббаттың кейіпкерін тура дәл тауып бере білу, соны әуенді қабыстырып сөзбен қауыштырып біріне сол керемет спектакль құрған әнді орнына нақтылап қойған осы Игілік Омаров болды. Елге сыйлы, шәкірттеріне адал, отбасына қамқоршы болған Игілік Омаров өмірдің ащысын да тұщысын да көрді. Балалары өсіп өнді, қызығын көрер кезде кенеттен науқастанып қалды. Соның жағдайына қарай алмай қалдым ба деп соған өкінемін. Одан кейін нағыз балалар өсіп енді оның жағдайын қарайым, осыны құрметтеймін, осыны сұмдық қылам деген уақытта екеуміз де ауырдық. Ол ауырғанда дайындап берген шайында құйып беруге менің шамам келмей қалды, осы қалдым, отырып қалдым. Өзінің жан жолдасы болып кеткен домбырасын қолына ала алмағаны игілікке қатты батты. Іштей ән салған күйі үнсіз домбырасына қарап, ұзақ табжылмай отыратын.
қатты өнерді сағынды, әнді сағынды. Жаңаша оңашада отырғанда бір мұңайып, жағы кейде радиодан ән айтылып қалған жағдайда, немесе жағы Ерланды, Ғабдырахманды, Ермекті қасына шақырып алып әндерін айтқызғанда, жағы өзі негізі өте эмоцияның адам еді. Енді өнер адамдары эмоцияның адамдар болады ғой, көзіне жас алып отыратын ылғи. Бір ерекше сондай күйге толып, жағы сол жастық шақтарын сол кездерді қатты сағынатын. Игілік Омаровтың сол кездегі жай күйі өнер сүйер қауымды бейжай қалдырмады. Ақын ғалым Жайлыбай ән шырқашы жанаға деген өлеңін арнады. Келеді ту сыртыңнан қарап тұрғым, бір едің арқадағы талант тұлдың, сәкеннің біздің жақта ән шырқа басына шығып алып арап қырдың деген өлең жолдары Игілік Омаровқа рух берді. Ол кеудесін көтеріп, бір сәт науқасынан айыққандай болды. 1978 жылы Қызылордада өткен Қазақстан және Орта Азия әнші жыршыларының аймақтық жарысына қатысып, бірінші жүлдені иеленді. Жаман тұз бір масыл арқалаған құментең, жақсылығын істеген елекке құйған сумен тең. Кекесіні келіннің езеп құйған құмен тең. Жаман болса әйелің көрген күнің түнмен тең. Ақымақ бала алдыңда ойнақтап жүрген шынмен тең. Кейде адамның айтқан әні, шығарған бір творчествосындағы бір қалдырған әнсі өміріне кейде әсер етіп өтеді. Қайып Айнабековтың ана қоштасу бар ғой. Тұрма деп бұйырғанда етіп жарлық, төсекті қалың салып жатып алдық деп басталатын. Тура сол өмір өзінің өмір аяғында соған солындай болып келді. Сол кезде бір Құдай сездіргендей, сол кезде бір сезіну, қайыптың ақыр оған нәрсесін бәрін бір келтірудің бәрі Айнабековтың оның тағдырында да солай болып шыққаны. Енді бір ерекше бір Құдайдың бір тағдыры. Егерде жазатаймай бола қалсам, айтыңдар менен сәлем-ай елге барлық. Көбірек көкеммен ай түсіп жатыр қалқымның қасиет аусағын артық. Сіңірсем мадалеңбек деп ойлаушем, халқымнан халым бармаң ай аянарлық. Жақсы жоқ жаман айтпай ай деген сөз бар. Жер мен көк жарық дүниең ба қош болғалы. Арқа жерін әнмен аялаған әнші Игілік Омаров өмірден өтті. Аяулы азаматын ардақтаған жұртының қалауымен Түгіскен ауылындағы мәдениет үйіне әншінің есімі берілді. 80 жылдық мерейтойына орай Түгіскендегі мәдениет үйіне Игілік Омаровтың бюсті қойылды. Өнер саңлағына құрмет көрсетушілерде есеп болмады. Жер-жерден жиналған өнерпаздар әншінің рухына тағзым етті. Мен ағамның арманы бүгінде орындалып деймін. Өйткені дәстүрлі Аққан, Біржан, жаңағы үкіл Ыбырайдың әндерін жастайымыздан біз сүйіп өстік. Соны жаңағы қайраттарға үйрете білді. Бүгін қазақ өнері жалғастыруда үлкен еңбегі бар. Сол еңбегі бағы жанды деп есептеймін өз басым. Игілік Омаров салған әндерді әлі талай ұрпақ орындайтын болады. Уақыт өткен сайын оның дауысы қазақтың кең даласына жайыла береді. Хас өнерпаз қашан да бағалы, нағыз өнер мәңгілік құрметке ие.